Компьютерлік сауаттылық жұмыс үстелінің элементтері. Алдымен жұмыс үстелінің элементтерінің сыртқы көрінісін өзгертумен танысайық. Ол үшін біз жұмыс үстелінде тінтуірдің оң жақ батырмасын басамыз. Вид менюына кіреміз де, осы жерде біз бірнеше баптауларды көреміз. Олардың ішіндегі алғашқы үшеуі ол мына иконкалардың көлемін баптайды. Орташаға қоятын болсақ, олар орташа көлемде болады. Үлкенге қоятын болсақ, олар өте үлкен көлемде болады. Әрине, бұл өзіңіздің жеке қалауыңызға байланысты. Сонымен қатар, төмендегі екі белгіше келесідей баптаулар жасайды. Біріншісі, упорядочить значки автоматически дегенді алып тастасақ, онда біз жұмыс үстеліндегі кез келген элементті жұмыс үстелінің кез келген бөлігіне қоя аламыз. Одан кейінгі бөлікті қаратын болсақ, выровнять значки по сетке дейді. Яғни біз қазір элементті кез келген жерге қоя аламыз, бірақ олар белгілі бір реттілікпен орналасып тұр. Оны дәлелдеу үшін мен мына Word файлын мына дөңгелекшенің дәл үстіне қояйын. Байқап отқандарыңыздай, мен қоя алмаймын, себебі бұл операциондық жүйе белгілеген белгілі бір торға сәйкес келмейді. Яғни оның өзінің белгіленген бір орны бар. Ол немесе жоғары секіріп кетеді, не төмен секіріп кетеді. Бірақ біз кез келген реттілікпен қойғымыз келсе, онда мына белгішені алып тастаймыз. Енді біз файлды кез келген көңіліміз қалаған жерге қоя аламыз. Егер де сізге бұндай жүйесіздік ұнамайтын болса, онда біріншіден бәрін белгілі бір тормен реттеуді, және де екіншісі олардың өздігінен бір реттілікпен орналасуын баптай аламыз. Яғни олар бірден сол жақ жоғарғы бұрыштан бастап ретпен қозғала бастайды. Дәл қазір біз ешбір файлды орнынан жылжытып басқа бір өңірге қоя алмаймыз. Олар бірден сол жақ жоғарғы бұрыштан бастап реттеліп орналаса бастайды. Ең соңғысы ол жалпы жұмыс үстелінің элементтерін көрсету немесе көрсетпеу. Жұмыс үстеліндегі элементтер тап-таза болып тұрғанын қаласаңыз, онда осыны қолданып барлығын алып тастай аласыз. Одан кейінгі бөлік ол сұрыптау. Сұрыптауды сіз атауы бойынша, немесе файлдардың көлемі бойынша, немесе типтері бойынша, немесе олардың өзгертілген мерзіміне байланысты сұрыптай аласыз. Енді Windows операциондық жүйесінің өзінің белгілі бір иконкалар бар, бізге қажет болған. Олардың бірі осы себет корзина, оның ішіне біз өшіріп тастаған файлдар немесе папкілер осы жерге түседі. Алайда онымен қатар басқа да менің құжаттарым, менің компьютерім деген сияқты арнайы иконкалар болу керек еді. Олар жоқ. Оларды орнына келтіру үшін біз қалай істейміз? Ол үшін біз оң жақ батырманы басамыз, персонализация. Осының ішінде темы бөліміне кіреміз де параметры значков рабочего столаға кіреміз. Осы жерде бізде келесідей баптау ашылды. Байқап отырсаңыз, значки рабочего стола, осы жерде біз өзімізге керек иконкаларды белгілей аламыз. Қандай иконкаларды қоятымыз? Мысалы, бәрін белгілейтін болсақ, применить десек, міне бізде барлық иконкалар пайда болды. Осылай өзіңізге керегін қалдырып, керек емесін алып тастай аласыз. Сонымен қатар сіз осы иконкалардың суретін ауыстыра аласыз. Ол үшін мысалы компьютерге басайық, ерекшелейік көк түспен, сменить значок басамыз. Ұсынылған значоктардың ішінде басқа бір компьютердің суретін немесе мүлдем басқа бір суретті қоя аласыз. Мысалы, мына компьютердің суретін алып қойық. Применить батырмасын бассақ, біздің компьютеріміздің суреті өзгерді. Енді барлығын орнына қайтаратын болсақ, біз қайтадан үстіне басамыз да обычный значок батырмасын басып, применить десек, барлығы бастапқы қалыпқа келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.